Амансыз ағайын, бүгінгі әңгімеміз ұзақ өмір туралы болады. Адамдар, жалпы қазіргі адамдар қанша өмір сүреді? Соның ішінде мысалы Қазақстанда қазіргі есептеулер бойынша, зерттеулер бойынша шамамен 70 жасқа дейін көтерілді адам өмірі, орташа өмірі, ұзақтығы. Соның ішінде әйелдер кішкене ұзағырақ, 75-ке дейін, ер адамдар 70-ке дейін. Оның да өзінің бір себебі бар, бірақ қазір біз оған емес тоқталатынымыз, қазір біздің тоқталатынымыз ол қаншалықты ол 70 жас, 70-75 жас қаншалықты ол заманға сай жылдар. Менің ойымша ол 70 жас деген ол баланың уақыты. Адам негізі әу басында жаратушымыз бізді жаратқанда бірнеше 100 жылға жететін күш қуат берген энергия, өмірлік энергия. Бірнеше 100 жылға дейін, 1000 жылға дейінгі күш қуат берген. Соған жететіндей бізде энергия бар. Бірақ шындығында бірнеше 100 жыл емес, бірнеше 10 жылда адам баласы оның бәрін басына от жағып жібереді. Енді ол сөйтіп қалыптасып кеткен. Ол қайдан шығады ол? Ол кішкентай кезде бала туылғаннан басталады. Осы дүниеге шырылдап келгеннен бастап, осы өлуге деген бағыт пайда болады. Өлуге деген ниет. Өйткені кішкентай кезінен көреді, адамдардың үлкейіп жатқанын, қартайып жатқанын, әже аталарын көреді, өзінің әке-шешесін көреді, ағайын тумаларын көреді, көрші-көлемді көреді, үлкейіп жатқанын, өсіп жатқанын, өліп жатқанын, қартайғанын, соның бәрін көріп, содан қалыптасады. Мектепте, үйдегі әңгімелерден, ой қартайдық қой, ой сөйттік қой, ой жас келді ғой деп, содан әңгіме оның миына кіре береді баланың кішкентай кезінен. Нәресте кезінен бастап миында қалыптасады сол программа. Содан ол үлкендердің әңгімесін естіп, өз басым мысалы мен талай естідім. Ой, 40-қа келгенде аяғы ауырады деуші еді, шын екен деп. Ойбай, анандай болғанда осындай болушы еді, осындай жасқа келгенде сөйтуші еді, аяқ ұстамаушы еді, бел ауырушы еді, жүрек соғушы еді деп, сондай неше түрлі әңгімелерді айтып, содан программа қалыптасады. Сол программа бойынша біз осындай жасқа келгенде осындай күйге түсеміз, анандай жасқа келгенде мынандай күйге түсеміз. Сөйтіп 50-60-қа келгенде шаруа бітеді. 70-ке келгенде үлкен кісі деп кәдімгідей бір алдағандай қылады. 80-ге келген адам болса, қандай ұзақ өмір сүрді деп айтады. 90-100 деген тіпті әңгіме қылып та керегі жоқ. Ал шындығында бұл баланың уақыты, баланың өмірі. 60-70 жас деген ол өмірге енді келіп жатқан бір 10-15 жасар адамдай негізінде, табиғат заңы бойынша. Соны енді не істеуге болады оны ұзақ өмір сүру үшін? Басында ең болмағанда 100-120 жасқа жететіндей программа қою керек, ең басында, әуел басында. Оның бір кішкене бір құпиясы бар. Сен 100-ге келгің келсе, 120-ға талпынуың керек, кем дегенде. 120-130-ға. Сонда сен 100-ге әйтеуір жетесің біле ал. Ой, маған 80 жетеді дейтін адам 70-тен аса алмайды. Ой, 90-ға жетсем болар еді деген 80-нен аса алмайды. Сол сияқты. Бұл ақша жөнінде де солай, мысалға, ой, маған бір 100 мың болса жетер еді дейтін адам 50 мыңнан асып таба алмайды, 50-60 мыңнан асып. Сен 100 мың табу үшін бір кем дегенде 500 мың табам деп ниеттенуің керек. Миллион табам деп. Сонда сен кем дегенде 100-200 мыңдық табысқа жетесің. Сол сияқты адамның өмірінің ұзақтығы да сондай. Ой, 80 жетеді деген адам 70-тен аса алмайды. Оның мен талай несін көрдім, мысалдарын. Сондықтан 100-ге жеткің келсе, шынымен, шын ниеттеніп, бар ынтаңмен, жігеріңмен жеткің келсе, 120, 130 деп кем дегенде өзіңе мақсат қоюың керек.
екіншіден ой қартайдық, ой жас келді деген әңгімені айтпау керек. Мүлдем ондай әңгімені айтуға болмайды. Қолданбаңыздар ондай сөздерді. Және соған байланысты сөздерді. Ауырам деген сөзді мысалы айтуға болмайды. Қолданбаңыздар. Шаршадым деген сөзді. Сондай деструктивті сөздерді айтуға болмайды. Керек емес оған айту. Қолданыста болмасын, алып тастаңыз қолданысыңыздан. Шаршадым деген сөздің орнында мысалға маған демалу керек деп айтуға болады. Мен қазір демалып алуым керек. Ой, шаршадым емес, мен қазір демалып аламын. Маған демалу керек. Мен кішкене бір денемді босатуым керек дегендей сондай әңгіме айтыңыз. Ауырам деген емес, маған емделу керек. Мен жазылуым керек. Ой, ауырғым келмейді емес, мен сау болғым келеді. Ой, аурудан шаршадым емес, мен сау болғым келеді. Мен саумын. Аурумен күреспеймін, мен саумын. Ауру туралы сөздің қандай мағынада, қандай тұрғыда айтсаң да, соның бәрі ауруға келеді. Бәрі қалай болғанда программа құрыла береді соған. Әрбір айтқан, әсіресе сол көбірек қолданатын сөзің, әрбір ойлайтын ойың, соның бәрі жоғарыға бір жерде басыла береді. Содан неғұрлым көп жиі қолданасың, неғұрлым сол айтқан кезде, немесе соны ойлаған кезде неғұрлым сен эмоцияға берілесің ішіңнен. Сенің күйің қандай сол мезгілде, соны айтып жатқан кезде, сондай ойды ойлап жүрген кезде сенің күйің қандай, ішкі көңіл күйің. Көтеріңкі болса, ол бір бөлек, және түсіп кеткен болса, көңіл күйің төмен, ол бір бөлек. Қаншалықты сен соған сеніп айтасың, қаншалықты сен соған беріліп айтасың, соған да байланысты. Сондықтан шын көңілмен мен саумын, мен аманмын деген әңгімені айту керек. Шын көңіл, маған жақсы, менде бәрі жақсы, мен бақыттымын, менің көңіл күйім тамаша деген сияқты. Сондай тұрғыда айтып, сондай тұрғыда ойлап, сондай тұрғыда көңіл күйің сондай тұрғыда болу керек. Сонда сен өмірің күрт өзгереді. Кәдімгідей өзгере бастайды сенің өмірің. Және ары қарай кетейік, көбірек қозғалу керек. Диванда жатып, мен ұзақ өмір сүргім келеді дейтін адам, ол енді кішкене қиындау болады. Бірақ таңатқаннан кешке дейін шаруа қылып та керек емес. Оның бір өзінше бір реті бар. Көбірек жүру, жаяу, көбірек созылу, денені бұрау деген сияқты сондай қимылдар жасау керек. Андай штангамен, темір тесекпен жұмыс жасаған, ол сен энергияңды жеп қояды. Сенің күшің көбейеді, қара күшің. Бірақ энергияң кетеді, көп кетеді. Бірнеше еселеп кетеді. Ол бір өмірлік энергияң кетеді, ең бастысы. Өмірлік энергияңда өлшемі бар. Сен сондай бір қара темір көтеріп, қайта-қайта жүгіріп, немесе бір эмоцияға беріліп, көп сондай жүретін болсаң, сен энергияң жалманып кете береді. Оның бәрі энергияң жалмайды сенің. Осындай көп жұмыс жасаған адам, көп сондай өзінің қимылдаған адам, қимылдатқан, ол энергиясын құрта береді. Сондықтан бәрі бір ретімен болу керек. Сондықтан мысалға бір мысал келтірейін, мен бір жақсы көретін мысалым бар. Мысалға бір қаладан бір қалаға бару үшін, мысалы машинамен барасың, Land Cruiserмен барсаң 100 шақырым жерге бару керек. Land Cruiserмен сенде 30 литр кетеді, кем дегенде. Golfпен барсаң 7-8 литр кетеді. Екеуімен де бара аласың. Екеуінде 4 дөңгелегі бар, екеуінде моторы бар, екеуінде сен отырып баратын жерге бара аласың. Бірақ Land Cruiser 30 литр жұмсайды. Және оған 96-98 бензин керек. Мысалға 200 теңге тұрады литрі. Сен 30 литріңе 6000 кетеді. Мысалға, мен тек мысал ретінде келтіріп отқаным ақша.
А гольфқа 8 литрге сен 93 құясың, мысалға 150 теңгеден. Мысалға бір 1000 сондай кетеді дейік. 1200. Ол не себепті? Себебі гольфқа энергия аз керек, оның гольфтың 4 дөңгелегін айналдыру үшін. Жеңіл бар, кішкентай жеңіл шағын. Land Cruiserге өте көп күш керек. Үлкен, ауыр, көп энергия талап етеді. Сондықтан оған көп кетеді. Күш қуат. Сол сияқты адамда сол. Неғұрлым сенің денең ірі болады. Ол айырмашылық жоқ. Бұлшық ет па, ол май ма? Айырмашылық жоқ. Неғұрлым сенің денең ірі болады, соғұрлым саған энергия көп керек. Соның бәрін қозғау үшін, жүргізу үшін, тұрғызу үшін де, анда-мында апару үшін де соның бәрін қолды көтергеннің өзіне, мысалға кішкентай шағын адамның қол көтергенімен ірі адамның 100 килодан асатын қол көтергені, ол екеуінде екі түрлі энергия кетеді. Сондықтан былай бір экстремалды жағдайда кішкентай шағын тығыршықты адамдар шыдамды болады да, төзімді болады. Ірі қара сондай бір бұлшық еттер маңдай сондай адамдар тез шаршап кетеді. Себебі оған энергия көп керек. Ол әлсіздігін емес, оған энергия көп керек, ана дененің бәрін тасуға, бірдеңе істеуге. Сондықтан ол тез бітеді. Тығыршықты адамға аз кетеді, өте үнемденіп кетеді. Сондықтан ол ұзаққа шыдайды, ұзаққа төзеді. Оның бәрі жайдан жай емес. Сондықтан бұлшық ет жинап көп керек емес. Әсіресе артық май жинап керек емес. Артық май қайдан жиналады? Біз келесі неге өтіп кеттік өзі, пунктке, ұзақ өмірден. Ол аз қозғалғаннан, көп жегеннен. Соны аз қозғалып, көп жеудің орнына көп қозғалып, аз жеуге көшу керек. Ол үшін телевизорге көп байланбау керек. Бірінші, диванға байланбау керек. Үшінші, тамаққа байланбау керек. Бізді құртатын тамақ жеу, таңатқаннан кешке дейін. Артық салмақ, артық энергия. Неғұрлым сенің салмағың артық, көп, соғұрлым сен аз қозғалғың келеді. Ол табиғат заңы. Өйткені энергия көп кетеді, күш қуатың көп кетеді, содан сен ерінесің де жата бергің келеді, жата берген сайын май баса бересің. Енді келесі пункт. Неге тамақты аз жеу керек? Және сирек жеу керек. Себебі біздер неге екені белгісіз, Европадан келген негізі. Таңғы ас ішу керек, түскі ас ішу керек, күндізгі ас ішу керек, 5-ші ай бәлен төлен, кешкі ас ішу керек. Күнде 3 рет, кем дегенде 4 рет тамақ ішесің. Және ол да мына Европадан, Орыстан келген бірінші, екінші, үшінші деп бөліп 3 түрлі тамақ ішесің. Оған қоса нан жейсің. Біздің аталарымыз кезінде күнде бір-ақ тамақ ішкен ғой. Кешке отағасы келеді, үйге бәрі жиналады. Бір қазаннан, бір табақтан тамағын ішеді, етін жеп. Сонымен жатады. Сорпасын ішеді. Күндіз андай-мындай бірдеме тиіп қашпа бірдеңе жей салады. Бір таңертең бір кесе айран, мысалға, 1-2 бауырсақпен. Сөйтіп, әбетте де, түс кезінде де бір шай іше салар, бір айран іше салар, шұбат, қымыз бірдеңе іше қояды, 1-2 бауырсақ жер, сонымен кетті. Тамақ кешке ішеді. Кешке тамағын ішеді, бәрі отырып, бүкіл отбасы болып жиналып, сосын болды. Күнде былайша айтқанда бір-ақ рет тамақ ішеді. Қазіргі адам күнде 3 рет, 4 рет тамақ ішеді. Құр тек шай ішкеннің өзі қырғын тамақпен, колбаса, сыр, бауырсақ, май, варенье, тоқаш, нан, кәмпит, пешене, неше тұртады. Құр тек шай іше салғанның өзі бізде қазір тұтас бір той болып кеткен ғой. Одан не болады? Ол біріншіден адам дұрыс шайнамайды. Тек 1-2 шайнайды да лақтыра береді ішке. Асқазан оны дұрыс қорыта алмайды. Ол сосын біз ішек қарнымызда сол бой тас-тас кесек-кесек болып жүреді. Артық салмақ болып, біріншіден, екіншіден дұрыс жүргізбейді қорытылған тамақты. Содан неше түрлі проблемалар басталады. Ол бір. Екіншіден, тез-тез дұрыс шайнамай жұтқанда сен көп тамақ ішіп қоясың. Себебі асқазаннан миға тойдым деген
белгі 20 минут жүреді кем дегенде. Сен 20 минуттың ішінде неше түрін асқазанға лақтырып жібересің. 2 кило, 3 кило тамақ кетіп қалады күнде. Және ол бір қызығы адамның үлкендігіне байланысты емес. Кішкентай мынандай тықыршықтай адамның өзі де 1-2 кило тамақ ішіп қоя алады бір отырғанда. Себебі асқазан созыла береді. Ол созылмалы сондай, резиник сияқты. Созыла береді. Сондықтан сыя береді ішіне. Соны әңгіме айтып отырып, ішеді тамағын, немесе телевизор қарап отырып ішеді, содан байқалмайды. Немесе қазір енді атақты смартфонмен отыр. Сөйтіп байқамайды. Тез-тез шайнап, тез-тез жұтып тастайды. Ол сонымен адам ішін толтырып алады. Әбден шайнап жегеннің өзінде ас қорытуға 5, 6, 7 сағатқа дейін кетеді. Шайнамай кесек-кесегімен жұтқанда ол одан да көп. Былайша айтқанда бір асты қорытуға 10-12 сағат уақыт керек қазіргі заманда, қазіргі адамда. Шындығында біз 3-4 сағат сайын тамақ жей береміз. Сонда асқазан не істейді организміміздің жалпы қалай болады? Сіздер ойлап қараңыздар, мысалға сіз складты аштыңыз, жиһаз сататын. Жиһаз келді, сіз складқа жинадыңыз, текшелеп қойдыңыз, сосын дүкенге шығарып неге сата бастадыңыз. Енді сатып атқанда тағы бір партия жиһаз келді. Оны сен енді бүкіл ағайын жинап, грузчиктерін жинап, жүкшілердің бәрін жинап, түсіресің тез-тез анда қоймаға кіргізесің, алдындағылардың ішіне кішкене басылып қалады, сосын дүкенге шығара бастайсың, ол әлі дұрыс сатылып та үлгерген жоқ, қойманың іші толып та қалды, сол кезде тағы зат келді, тағы бір партия жиһаз келді. Енді оны тағы түсіресің, жүкшілеріңнің мазасы кетеді, ұйқы жоқ, ағайын тумаларың, достарың да көмектесіп жүрген өзі шаршап, өздерінің мен уақытым жоқ кете бастайды, біртіндеп қанша ақша беремесің де. Бір кезде 4-5 партия келеді, қойманың іші толған, қайсысы қай жерде екенін білмейсің, андан шығарасың, мындан шығарасың, жүгіріп жүрсің, сол кезде тағы келеді. Грузчиктерің де шаршады, өзі қанша ақша беремесің де уже істей алмайды өзі. Сол кезде анау қойманың ішін бәрі толған, далада жинай бастайсың, аулада жаңбыр жауады, ананың бәрі бүлінеді. Міне сондай жағдайды елестетіп көріңіз. Сондай болса сізге. Тап соны сіз күнделікті істейсіз, күннің үсті-үстіне тамақ жей бергенде. Сіздің ағзаңыз оны шыдай алмайды, үлгермейді, оның бәрі қорытуға, бөлуге, жан-жаққа таратуға. Үсті-үстіне келіп жатыр, тамақ келіп жатыр. Сөйтіп бір күн емес, 2 күн емес, бір апта емес, бір ай емес, бір жыл емес, өмір бойы соны. Одан шаршамағанда кім шаршайды? Әрине ағзамыз шаршайды. Әрине содан ол болдырады. Әрине ол бірнеше жүз жылға жетпейді ондай организм, ондай ағзаның жұмысы. Бірнеше ондаған жылда әбден күйзеліске түсіп, шаршап болдым дейді. Солай. Енді келесі пункт. Адамның көңіл күйі. Анау жаман, анау шаршатты, мынау сөйтті, анау оңдырмады, мынау оңбаған, кредит, қарыз, өмір не болып кетті, заман не болып кетті. Күнделікті біздің таңертең оянғаннан бастап, көз ашқаннан бастап ойлайтын ойларымыз осындай. Кешетін күйіміз осындай. Қарайтындарымыз не телевизор? Таңертең оянған бойда телевизор қосып қарайтын, тыңдайтынымыз қандай жаңалықтар, қандай ақпарат. Анда жарылыс болды, мында соғыс болды, анда өлтіріп кетті, мында атып кетті, мында зорлап кетті. Анау ұрлап жатыр, мынау сөйтіп жатыр. Заман не болып кетті, сондай нетесің. Миыңда, ішіңнің бәрін сондай ақпаратпен толтырасың. Оның үстіне сен несиелерің бар, қарыздарың бар. Анау тыңдамайды, мынау сөйтпейді, анау алдап кетті, мынау сондай емес, мынау мындай. Ағайын тума, жора жолдас, әріптестеріңе ренжисің. Үйде бірге тұратын отбасыңа ренжисің, балдарыңа ренжисің, әке-шешеңе ренжисің, ата-енеңе ренжисің. Сонымен таң атқаннан кешке дейінгі көңіл күйің сондай реніш, бұлдану, өкпе, қайғы, уайым, қайғы, уайым, сондай көңіл күй. Тек қара көңіл күй. Болашақ жоқ ешқандай. Содан
егер ойлап қарасақ, жоғарыда біздің жаратушымыз әркімге бізге мысалға періштеміз берген, ол періште үстімізде отырып бәрі ойымызды, сөзімізді жазып отырады деп елестетіп көрсек, немесе айна деп елестетіп көрсек, сіз айнаға қарап, сол айнада сен қандай бет әлпетің, қандай көңіл күйің, қандай сенен шығып тұрған энергияң қандай, энергетикаң, соның бәрі айнаға тиіп өзіңе қайтып келе береді. Сонда сен күндегі айтып отқан әңгімең, анау болмады, мынау жаман, анау сөйтіп кетті, мынау бүйтіп кетті, ертең қалай өмір сүремін, мынаны қалай шешемін, ақша қайдан табамын деген оймен, қайғымен жүрген адам ол тек сондай нені ала береді. Сондай жағдай тек мойнына түсе береді басына. Айтқан әңгімең сондай, ойлаған ойың сондай, кешіп жүрген күйің сондай күнделікте. Сондықтан сен айналаңда тек сондай жағдай тудырасың. Егер көңілді жүрсең, өмірге риза болып жүрсең, жаратушымыздан бастап бәріне риза болсаң, егер бәрінен жақсылық күтсең, жақсылықта жүрсең, онда соны аласың. Бәрі өзіміздің қолымызда. Сондықтан күнделікті сен көңіл күйің, үнжұрған түсіп жүріп, сөйтсең, көңіл күйің түсіп, күнделікті өмірге риза болмай сөйтіп жүрсең, сол жоғарыда отырған сен періштең не істейді? Сені құтқарғысы келеді. Қалай жолмен құтқаруға сені? Тезірек бұл өмірден кетіріп. Былайша айтқанда сен өміріңді қысқартады. Тезірек кетсінші деп осы. Қиналып жүр екен байғұс осы өмірден. Барсын демалсын дегендей. Сондай қылады. Соған байланысты осыған орай бір қисса бар. Соны айта қойыншы. Бір кішкентай ғана қысқа. Бір кісі айтады, Құдайым, шаршадым мына өмірден. Анау болмайды, анау жоқ, мынау жетпейді. Анау қанағаттандырмайды, мынау сөйтпейді. Анаған нем жоқ, мынаған мынандайым жоқ. Шаршап жүрмін мен өмірден, шаршап жүрмін. Құдайға жалынып. Сонда Құдай айтады, жақсы, сонымен жалғастырамыз ба? Жалғастырмаймыз ба? Сізде сондай сұрақ қойыңыз қалады. Өмірден түңіліп жүрсеңіздер. Сонда жалғастырайын ба өмірімді ары қарай? Осындай түңіліп жүрген қараңғы өмірімді әлде жалғастырмайын ба? Әрине жалғастырамын дейсіз. Басым көпшілігі 99%. Әрине өмірден кеткіңіз келмейді. Әрине сіздер ешқайсыңыз жоғалтқыңыз келмейді осы өмірде. Кеткіңіз келмейді. Онда неге жылайсыз? Онда неге күйінесіз? Шешіңіз сұрақты. Көңіл күйді көтеріңіз. Бәрі жақсы. Сен әзірше тірі тұрғанда бәрі де мүмкін. Қаланың бәрі сен қолыңда. Ең бастысы жаратушы иеміз бізге өмір берді. Күнде таңертең сен оянғанда, көзің ашылғанда саған өмір берді. Тағы бір мүмкіншілік берді жаратушыңыз. Ар жағы сенің қолыңда. Не істейтінің, қалай істейтінің. Ең бастысы бұл өмір бізге өмірді беріп тұр. Өлгеннен кейін болды, ар жағы. Сен ештеңе істей алмайсың, сенің құзырыңда ештеңе жоқ. Әзірше сен тірісің бе, әзірше сен осы өмірдесің бе, әзірше сен көзің ашылды ма, таңертең ояндың ба, аман есен, аяқ қолың бар ма, қандай күйде болса да, барсың ба тұр, өмірдесің, тірісің. Олай болса, бәрі сенің қолыңда, қалғанның бәрі сенің қолыңда. Сен Құдай сен жүрмейді қолыңнан жетектеп, мында бар, ананы істе, мынаны істеме, сөйтпе, бүйтпе деп, Құдайдың ондай ешқандай шатағы жоқ сенде ондай. Ол саған ең бастысын берді, өмір берді саған. Қалғанның бәрі сенің қолыңда. Қалай істейсің оны, қалай қолданасың, қалай жаратасың оны, сенің қолыңда, таза сенің қолыңда. Сондықтан ойланып, кішкене өмірді өзгертіп, өзіңе деген көзқарасты өзгертсеңіз, бәрі де мүмкін бұл өмірде. Бәрі де болады. Бүгінше осы.